Бір күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі қаша жөнеледі, екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады. Қашқан жігіт ортада қалып кетеді. Алайда не істерін білмей тұрғанда, өлген адам сияқты жерге дем алмай жата қалсам, мүмкін құтылып кетермін деген ой келеді. Сөйтіп ол жерге жата алады. Аю келіп оны иіскелей бастайды. Жігіт демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен соң талға өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына келеді. Ол күліп: «Айтшы ал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» дейді. Сонда досына қауіп қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адамдардан сақтан деп айтты дейді.